Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Иә, балалар, біз бірнеше сабақ бойы сан есім туралы және оның түрлері есептік, реттік сан есім туралы өтіп келеміз. Сіздер ол туралы толықтай түсінді деп үміттенемін. Жарайсыңдар. Ендеше тапсырмаларға кезек берейік. Ең алдымен берілген ребусты шешіп көр. Ребустың жауабын бірге көрейік. Айла 6, ақыл 7. Сендерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сызбаны сан есімдермен толықтырып жаз. Үлгі: 1 ғасыр 100 жылға тең. Берілген сан есімдер мен зат есімдерді байланыстырып жаз. Сөйлемдерді дұрыс құрастырып, сан есімнің астын сызыңдар. Дұрыс жауабын бірге тексерейік. Оқулықпен жұмыс. 49-шы жаттығуға назар аударыңдар. Нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құра. Шығармашылық үзіліс жасайық, балалар. 50-ші жаттығу. Бос түргізге тиісті әріптерді қойып, жасырынған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұратынын айт. Жарайды, балалар. 89-ші беттегі 48-ші жаттығу үй тапсырмасы. Сау болыңдар.